Бүгінгі видео бұл EGOV Mobile приложениясына, яғни EGOV KZ сайтына телефон нөмірді және өзіңізді тіркеу жайында болады. Яғни мысалы кез келген услуганы қолданар алдында сізге міндетті түрде осы порталға тіркелген болу қажет. Яғни телефон нөміріңіз иіңізге тіркелген болу керек. Яғни сіз осы мобильный граждан деген порталға тіркелген болуыңыз керек. Егер тіркелмеген болсаңыз, сізге бұл услугаларды, яғни қызметтерді қолдана алмайсыз. Тіркелу үшін ең алдымен бірінші осы Play Market'тен яғни EGOV Mobile деген приложение тартып аласыздар телефонға. Сосын сол телефон арқылы ары қарай тіркейсіздер. Қазір мен шаг-шагымен, яғни рет-ретімен сіздерге көрсететін боламын. EGOV Mobile приложениясына кіреміз. Осындай бет ашылады. Осын төмендегі профиль дегенді басамыз. Кіру деген шықты. Соны басамыз. Сол стрелка тұр, бір жаққа қарай соны басамыз. Осы жерде тіркелу деген бар астында, ең астында. Белгілеп көрсетейін. Осыны басамыз. Міне жалғастыру деген басамыз. Қазір ойланып жатыр. Бұл жерге телефон нөмірімізді енгіземіз. Яғни сіз өзіңіз телефон нөміріңіз, өзіңізде тұрған, телефоныңызда тұрған телефон нөмірді енгізесіз. Получить код деп басамыз. Сосын қазір код келу керек. Қазір осы нөмірге код келеді. Сол кодты ана жерге жазамыз. Жаздық, міне автомат түрде толық жазсаңыз, автомат түрде өзі ары қарай кетеді. Сосын осындай бет ашылады. Міне түріңізді жақсылап фотоға түсіресіз. Міне дөңгелектің ішіне приблизитесь дейді, жақындаңыз деген, жақындайсыз, қозғалмаңыз дейді. Міне осылай видео перепроверкадан өтесіз. Видео проверка пройдено деп тұр, көрдіңіздер. Сосын разрешить деп басамыз. Видео түсіретін кезде жарық жерге барып тұрыңыз, яғни бетіңіз жақсы көріну керек. Сосын бұл жерде жеке куәлігіңіздің нөмірін жазасыз. Яғни удостоверение личности дейді, соның артында нөмір болады. Сол нөмірді осы жерге жазасыздар. Сосын туылған күніңізді жазасыз, өзіңіздің күнін, айын, жылын. Сосын осындай бет ашылады. Аты жөніңіз шығады иініңізбен. Сосын жерге құпия сөз жазасыз. Құпия сөз жазған кезде өзіңіз ұмыт қалмаңыз. Яғни бұл құпия сөз ECP-ның құпия сөзі болып табылады. Яғни ECP арқылы кірген кезде EGOV Mobile сол кезде құпия сөз сұрайды. Сол кезде осы құпия сөз тересіз. И соның астына электронды поштаны жазасыз. Қазір менде пароль форматы қате деп шығып тұр. Соны аз басқа шақып жазып көреміз. Яғни қазір қай жеріне қате жібердім. Бұл жерде міне жоғарыда көрсетіліп тұрған символдар болу керек екен. Үлкен әріп, кішкентай әріп және символдар болу керек деп қойыпты. Қараңыздар, мен қазір бір символ қоямын осылай. Сонда да қате деп қараңыздар. Символ қойғаннан кейін бәрі дұрыс болу керек қазір. 1, 2, 4, 5, 6, үлкені, кішкентай, бір символ қоямыз міне. Еп белгісі. Енді жалғастырын көрдіңіздер, болды. Осылай болу керек екен. Сол кезде ғана қате шықпай, ары қарай жалғасатын болады. Жалғастыру дегенді басамыз. Осылай ойланады. Интернет жақсы істеп тұр, бірақ білмеймін неге ойланып тұрған. Міне сәтті тіркелу. Мен тіркелдім уже. Ары қарай жалғастыру дегенді басамыз. ECP алу дайын деп тұр. Жалғастыруды басамыз. Міне сосын осыны тересіздер. Яғни сіздер кез келген уақытта кіріп кету үшін осы 4 санды теріңіздер. Ең оңай. 1, 2, 3, 4 деп берсеңіз болады. Не болсам, отпечатки пальц, не болсам, Face ID деген қолдансаңыз болады. Бетіңізді түсіру арқылы. Соны қолданып та ашсаңыз болады, яғни приложенияны. Сол кезде пароль теріп отырмайсыз, өзі автомат түрде ашылып кетеді. Сосын осылай ашылды. Ары қарай енді кез келген қызметті пайдалана аласыздар. Қазір міне приложение кіргеннен кейін міне осындай бет ашылады. Профиль дегенді басқан кезде жоғарыда мен аты жөнім жазылып тұр, соған сол жаққа қарай, оң жаққа қарай стрелка тұрды. Сол стрелканы басу керек болады. Яғни сол жерге басып, жеке профиліңізге кіресіз.
Қазір мен басайын. Міне осындай бет ашылады, менің профилім деген. Сосын астында көрдіңіздер ме, телефон нөмірім жазылып тұр, үстінде email.ru, яғни mail почтамен жазылып тұр. Осы екеуін де өзгертуге болады. Мысалы, сіздерде егер бұл жерде нөмір жазылмаған болуы мүмкін. Егер жазылмаса, не болса басқа бір нөмір тұрған болса, осыны мына қарандаштың суреті тұр ғой, соны басып ары қарай өзгертсеңіздер болады. Қазір мен телефонды өзгертіп көрейін, міне қарандашты басамыз. Басқан кезде міне осындай ашылады. Нөмірді өзгерту деген. Басқа нөмірді өзгертемін десеңіздер, мына нөмірді өшіріп тастайсыз да, өзіңізде қолыңызда бар нөмірді осы жерге жазасыздар. Сол нөмірді жазып, SMS код келеді. Сол SMS кодты жазсаңыз, сол нөмір сақталатын болады. Сосын ары қарай жаңағы бір реттік қолдану кодын қолданып, ары қарай қызметтерді ала берсеңіздер болады.